Түлкі мен қырғауыл. Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында тұрған қырғауылды көреді де, жақындап келіп, «Сәлеметсіз бе, қырғауыл ханым, қалайсыз?» дейді. Қырғауыл: «Жақсы, өзің қалай тұрсың?» дейді. Түлкі: «Жерге түсіп сөйлессең қайтеді?» «Бір құлағым естімеуші еді» дейді. Қырғауыл: «Жерге түсуге қорқамын. Жерде әртүрлі аңдар бар, бізді жеп қоюы мүмкін» дейді. Түлкі: «Әй досым, биылғы заман бұрынғы заман емес. Жан-жаққа келдім, бұйрық шығыпты. Біреуге біреу зорлық қылса, қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге жүрсін деген» дейді. Қырғауыл: «Жақсы хабарыңыз бар екен. Рахмет досым, мына жақтан бір иттер келе жатыр, оларға да хабарыңызды айтсаңыз». Ит деген сөзді естіген түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Қырғауыл: «Қайда барасың түлкім? Бұйрықты ұмытып кеттің бе?» дейді. Түлкі: «Кім біледі, бұйрықты ол естімеген шығар» дейді мүңгірлеп.